Сәлем достар. Бүгін бізде HTML-дің 6-шы сабақ. Біз бүгін көптеген заттарды үйренеміз, көптеген нәрселерді үйренеміз. Солардың бірі бізде сілтеме қою. Сілтеме қою жалпы веб-сайттарда өте маңызды рөл атқарады. Және сілтеме қою бұл өте оңай. Оны қалай қояды? Оны қою үшін тек қана A деген тегті қолданамыз. Осылай міне. Енді аның ішіне href сосын сілтеменің ссылкасын жазамыз. Мысалы, басталғанда осылай басталады. vk.com. Мына жерге бір сөз жазамыз. Осы екеуінің ортасына, бірінші А мен жабылатын Аның ортасына контакте деп жазамыз. Осылай. Енді қараймыз. Мына жерде міне ВКонтакте деген сілтеме пайда болды. Осының үстіне басқан кезде бізді ВКонтактеге лақтырады. Міне. Енді бізде бұл сілтемені қойған кезде бір тексттің ішіне жазатын кезде сілтемелер тұрады. Ондайды да жазуға болады. Бізде ол үшін тек алдына параграфты қоямыз. Осын мына жерден тағы да параграфты қоямыз. Мысалы, мына жерге жазамыз. Менің деген сөз жаздық мына жерге. Сосын одан кейін ВКонтакте деген сөз пайда болады. Бұл А. Мұны А деген өзі бөлек бір сөз десе де болады. Сосын пробел қойып, менің ВКонтакте парақшам дейміз. Енді қараймыз. Міне шығып тұр. Өзі осындай ерекшеленіп тұрады, және үстіне апарған кезде мынандай қол шығады. Үстіне басқан кезде ВКонтактеге. Бұл құр ВКонтактеге емес, любой сайтқа болады. Мысалы, мына жерде YouTube болуы мүмкін. Енді қараймыз. Міне, мен мына жерде сілтемені YouTube-қа қойдым, ал мына жерде ВКонтакте деп үстіне басқан кезде әйтеуір сол YouTube-қа жібереді. Немесе мына жерге құр сөз емес, былай сандарды жазуға болады. Міне. Осындай. Енді мына жерге біздер бірінші біздің сілтеме қоюды үйрендік. Қазір мына жерге түсінікті болу үшін былай жазып кетейін. Каналым. YouTube каналым. Енді келесі бізде тег ол iframe тегі. Iframe деген бұл ескі тегтердің бірі. Қазір сіздерге iframe'ның қандай қызмет атқаратынын көрсетейін өзім. Iframe басқа бір сайттан соның бетін өзіміздің сайтымызға әкелуге көмектеседі. Оны қалай жазамыз? Осылай iframe, содан кейін мына жерге crk дейміз де сайтымыздың сілтемесін жазамыз. Оның алдында да мынандай https деген міндетті түрде тұру керек. Бұл жерге мен өзімнің сайтымды жазамын. Неге екенін қазір түсіндіремін сіздерге. Не үшін екенін. Және сақтаймыз, қараймыз. Мына жерде менің сайтым уже бетіне шықты. Бұл жерде неге бұндай болып тұр? Себебі қазір мен бұның размерін үлкейтсем, өз көрінеді. Себебі менде адаптация жасалмаған сайтымда бұны жақында жазып шыққан болатынмын. 0-ден бастап. Мынаны мысалы 500 деп қойық. Енін, ұзындығын ұзындығын 800 деп қойық. Міне осындай болып тұр.
Бұл әлі онша дайын емес сайт, сонда да бұл болады енді. iFrame дегеннің қызметі осы да, міне. Мынандай бөлек бір сайттың бетін әкеліп қоюға болады. Және де iFrame'ге байланысты тағы бір нәрсе мен сіздерге көрсетейін. Ол үшін біздер YouTube сайтына кіреміз. youtube.com. Бұл да өзі iFrame'ге байланысты. Сол себепті мен сіздерге көрсетейін қазір. Ол үшін біз өзіміздің каналымызға кіріп, мына жерден бір видеоға кіреміз. Содан мына жерде поделиться деген бар. Сосын мына жерде встроить деген бар. Осыны бассақ, бізде iFrame код шығады. Осыны былай копировать етіп алсақ, сосын бұны өзіміздің кодымызға әкеліп қосып қарасақ, бізде YouTube каналдан уже видео тұр. Бұл да iFrame-нің көмегімен жасалады. Бүгін бізде JavaScript деген тегтің барлығы алдыңғы сабақта iFrame-нің атқаратын қызметі осыда. Ал енді бұл жерге iFrame-ді неге мен өзімнің сайтымды алдым? Себебі менің өзімнің сайтыммен жаңағы осыған көруге болады. Ал егер де жаңағыдай мықты сайттарды алатын болсақ, мысалы мына жерге youtube.com дейміз. Қазір өздеріңіз түсінетін боласыздар, неге олай тұратынын. YouTube өзінің сайтын басқа бір бетке әкеліп қосуға рұқсат бермей тастаған. Сондықтан YouTube-тың несін өзіңізге көшіре алмайсыз. Сол сияқты басқа да жаңағыдай VK-ны алып келсек те танымал сайттарды. Бұларды өздеріңіздің неңізге тарта алмайсыз сайтыңызға. Сайт vk.com не позволяет установить соединение дейді. Ал егер мен өзімнің сайтымды бұл жерге әкелсем, менің сайтым онша дамымаған, жақында аштым өзім, ішіне әлі еш сәт қосқан жоқпын, айтарлықтай. Сондықтан бұл енді менікі ондай мықты сайт емес, сондықтан да бұны әкеле аламыз. thebrain.com деп кетіппін, мен кешіріңіздер, KZ болады. Міне, осылай iFrame-нің қызметі осыда. Кәдімгідей барлығы жасап тұр, нормально былай кіре береміз. Просто парақшаны ішін, парақша ашып болған деген осы. Ал енді тағы да басқа қызықты видео, қызықты тегтерді келесі сабақтарда көреміз. Осымен менің видеом аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.